Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2021 жылы шыққан отбасылық фильм «Дорога домой» анимациялық фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Ендеше, кеттік. Австралиялық табиғи хайуанаттар бағы неше түрлі жануарларға толы. Артық салмағы бар қолтырауын, өте улы жыландар, тіпті сүйкімді коалада. Мысалы, саябақтың басты жұлдызы сүйкімді лақабатымен танымал коалаға күні бойы асты-үстінен түсіп қамқорлық жасайды. Оның сүйкімділігін бүкіл әлем балалары камера арқылы интернеттен тамашалайды. Саябақтағы кезекті күндердің бірі басталып, қорқынышты қолтырауын келген қонақтардың бірін қорқытып жібергенде, оны ұстап алып қалған қорқынышты жануарларға тастайды. Алайда Жеки бар-жоғы рөлге кірген болатын. Шындығында ол өте мейірімді, өзіне отбасы болып кеткен көршілерін жақсы көретін қолтырауын. Онымен көршілес өте қауіпті жануарлар өмір сүреді. Мысалы, өзіне сенімсіз Найджел есімді сары шаян, үнемі алаңға сырланып жүретін өрмекші Фрэнк, және өте ақылды әрі батыл кесіртке Зой. Олардың жаңа көршілері пайда болды. Сүйкімді Мэдди есімді жылан. Ол мейірімді, сезімтал және айналасына үнемі оптимизммен қарайтын жан. Алайда Мэдди бұл хайуанаттар бағында олардың қорқыныштылығын, келушілерді қорқыту үшін пайдаланылатынын білмейтін. Тіпті бұл үшін батыл Шез бен оның баласы Шези жүргізетін арнайы шоуда бар. Шез Мэдди жұмыртқадан атып шыққанда алғашқы көрген жаны болған. Оны өзен ағысы алып кетіп, еркек оны шөл далада тауып алыпты. Оның Шез туралы пікірі өте жақсы, өйткені еркек үнемі оны сұлу әрі ақылды деп атайтын. Алайда еркек жыланды көпшілікке көрсете бастағанда, ол туралы жаман сөздер айта бастайды. Мысалы, оның уы өте қауіпті, ал оның өзі кез келген адам бойына тек қорқыныш сезімін ұялатады. Бұны естіген көрермендер Мэддиден қорқып тығыла бастайды. Ал жылан оларға қатты ұнағысы келген болатын. Шоу аяқталған кезде еркек жыланды жәшікке лақтырып жіберіп, көз алдынан алып кетіңдер деп бұйырады. Кешке таман Жеки байғұсты жұбатуға тырысуда, өзің туылған жері туралы баяндап. Бұл өздері секілді қорқынышты тіршілік иелері көп Қызылтау. Онда бәрі бейбіт әрі бақытты өмір сүреді. Саябақтың әдеттегі кезекті күні басталды. Келушілер коаланың сүйкімділігіне тамсанып, ал қорқынышты тіршілік иелерін көргенде бойларын үрей билеуде. Алайда олардың қалыптасып кеткен күнтізбесін Шездің баласының суға құлап кеткен үзді. Жеке шындығында балақайды құтқарғысы келген, алайда саябақ қызметкерлері басқаша ойлап қалды. Оны торға отырғызып белгісіз бағытқа алып кетеді. Шез жабайы табиғатта көптеген қорқынышты жануарларды жеңген, оның жыртқыштарды ұстаушы деген мінсіз атағы бар. Және Шези әкесі секілді батыл болғысы келеді. Алайда қолтырауының мекеніне құлап кеткен бала қатты қорқып қалған. Сондықтан әкесі кешке таман оның төсегіне келді, оны жұбату үшін. Мэддиге саябақтағы өмір мүлдем ұнап тұрған жоқ. Шез оны сатып кетті, ал келушілер одан қатты қорқады. Енді тіпті Жекиді белгісіз бағытқа алып кетті. Жылан достарым бұл жерден қашып кетуге күттеуде. Қорқақ Найджел бұл ұсынысты естігенде үрейден есінен танып қалды. Ал тапқыр әрі ақылды Зой бұл жерден қалай шығуға болатынын ойластыра бастады. Осылай қашуға бел буған төртеуі хайуанаттар бағының барлық кедергілерін еңсеріп өтеді. Бірақ сүйкімдінің қамаулына келгенде мәселе пайда болды. Бұл жүнбас олардың қашып кетуіне кедергі болмақ. Ол шу шығаруда, басқалардың назарын аудару үшін. Оны тоқтату үшін сары шаянға өзінің улы құйрығын пайдалануға тура келді. Сүйкімдіні өздеріне алып алған олар ұрлап кеткен ұяларының көмегімен су бетінде есе бастады. Жол бойында оларға көңілді акула жүзіп келді. Ол өзінің бүкіл әлемнің қорқынышты тіршілік иелері кіретін үрейлер ұйымының мүшесі екенін айтады. Бұл қоғамдастық оларға көмектесе алады, егер олар құпиялы сөзді айтатын болса. Жануарларының қашып кеткенін көрген Шез жануарларды ұстау қызметін шақырғысы келген, алайда баласы оларды сенің аулағаныңды қалаймын деп тұрып алды. Сары шаяның уына уланған сүйкімдіні камера басып алыпты. Сондықтан хайуанаттар бағының қызметкерлері енді сүйкімді ауру әрі қоғамға қауіпті деп шешті. Қашқындарды қалаға дейін жеткізген акула оларға бағыт көрсетіп жүзіп кетті. Сүйкімді өзінің жаңа достарына кетіп қалғысы келген, алайда адамдардың арасына тап болғанда агрессия мен олардың қорқынышына жолықты. Өткіншілер оған жармаса бастады, байғұс ауру деп ойлап қалып. Адамдардан тек тамсану көріп үйреніп қалған байғұсқа тайып тұруға тура келді. Олардың командасы қайта қосылғанда, оларды ашулы адамдар тобыры қоршайды. Осы сәтте олар үрейлер ұйымның құпиялы сөзін есіне түсіріп, өрмекшілер оларды канализацияға көшіріп алды. Олар қайта жер бетіне шыққанда, олардың алдында Шез бен баласы пайда болды. Қуанышқа орай олар қашып оларды адастырып кете алды, бірақ олардың сәттілігі ұзаққа созыла қойған жоқ.
Сүйкімді өзінің өткен өмірін көшенің дәл ортасында есіне алып сағына бастағанда оларды тағы да анықтап қойды. Бұл жолы қашқындар көліктің бамперіне отырып алып қашып кетті. Шез оларды ұстау жоспарынан бас тарта берген, алайда баласы оны осы көлік тиесілі мектепке баруға мәжбүрлейді. Мектепке келген олар қорқынышты әрі жиіркенішті бақаға тиесілі керемет дауысты естіді. Ол байғұсты құрбысымен бірге торға отырғызып қойыпты, биология сабағында пайдалану үшін. Олар мұнда өте бақытсыз болғандықтан Мэдди оларды босатты. Бостандыққа шыққан олар бір-бірімен сүйісуге асығады. Босатқандардың рахмет ретінде оларға қалай Қызылтауға жетуге болатынын көрсетті. Бар жоғы осы тауға оқушыларды экскурсияға алып баратын көлікке отырса болған екен. Бастысы оларға онда барғанда көк банттағы қыздың артына ілесіп алу керек. Өйткені ол қыз оларға өте ұқсас. Өйткені ол да өзін қорқынышты деп ойлайды екен. Алайда қашқындар оны көз алдында жоғалтып алып басқа көлікке отырып қояды. Барлық мәселені тапқыр ой шешті. Олар оның жоспарының арқасында өздеріне қажетті автобустың үстіне секіріп, өздерінің туысқандары мекендейтін Қызылтауға қарай бағыт алды. Жол бойында олар өздеріне жаңа отбасы іздеудің қажеттілігі жоқ екенін түсінді. Өйткені олар бір-біріне отбасы болып кетті ғой. Шез бен Шезде олардың артына түсіп автобусты қуып жете алды. Әкесі жайған автобусты тоқтатқысы келген, алайда баласына қызық керек. Басқа амалдары қалмаған қашқындар Шездің оғының астына қалмас үшін салонға енді. Бұл жерде де олардың келгеніне қуанышты емес, балалар жан-жақтан оларға ұмтылып өлтіруге тырысуда. Әлгі қыз ғана оларға жаны ашып өзінің сөмкесіне жасырып қояды. Өйткені ол басқа балаларға қарағанда бәрі секілді болмаудың қандай екенін жақсы түсінеді. Шез автобусқа кірген кезде қыз оларды байқатпай бостандыққа жіберді. Ал қимылсыз жатқан сүйкімдіні Шез терезеден лақтырып жіберіп, ол байғұс шатқалға қарай құлайды. Достар да оның артынан ілесті. Шез оларды ұстау үмітін сөндіре берген. Сол сәтте байқаусызда құздан құлап кетіп оларды тауып алды. Тіпті Мэдди де ұстай алды, бірақ сүйкімді пайда болып үрейлер қоғамдастығының құпиялы сөзін айтып қалды. Тасмандық сайтандар еркекке жармасып олардың қашып кетуіне көмектесті. Байғұс еркек қорыққаннан баласына тезірек арқанды таста деп әреңдегенде ол жерден қашып құтыла алды. Осы сәтте еркек өзінің ешқандай мықты жануарларды ұстаушы емес екенін мойындайды. Мектепте ол бәрі ренжітетін кәдімгі батан болған. Сол сәтте ол теледидардан нағыз жыртқыштарды ұстаушыны көріп, оның іс-әрекетімен дауысын көшіре бастапты. Осының бәрін баласына мойындаған Шез осы уақыт бойы түр жасап келген батылдың нағыз өзіне айналу керек екенін түсінеді. Осы арқылы баласына үлгі болғысы келіп, бірақ бұл үшін оларға көмек керек. Сондықтан олар байкерлер жүретін барға барып, күшті еркектерден көмек сұрады. Тасмандық сайтандар қашқындарды өздерінің аумағынан қауіпсіз өткізіп, оларды басқа агенттердің қолына тапсырды. Ал олар өз кезегінде оларды белгілі бір орынға дейін жеткізіп, басқа қоғамдастық мүшелерінің қолына тапсырады. Осылай достар, коалалар мекендейтін орманға да жетті. Осы уақыт аралығында бір-бірін ұната бермейтін Мэдди мен сүйкімді жақындасып кеткен. Алайда сүйкімді өзің туысқандарын көргенде достарын ұмытып кетіп, ағаштың үстіне шығып алады. Қалғандары өз жолдарын жалғастырды. Олар өздерінің діттеген тауларына жеткенде, оларға кездесуге ондаған кесірткелер, жыландар, шаяндар және өрмекшілер шықты. Алайда қуғыншыларды көргенде барлығы тығылып қалды. Шезе өзінің армиясымен оларды тау бойында қуып жетіп, алдымен Зойды, Алкен, Найджал, Фрэнкті және Мэддиді қолға түсірді. Бұның алдын Шезе Мэддимен жалғыз қалып қойған болатын. Осы сәтте балақай жыланның да одан өзі секілді қатты қорқатын ұғынған. Шезе бұл туралы әкесіне айтқысы келген, алайда ол ештеңені тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Сондықтан олар кетіп бара жатқанда баланың жыланға деген жаны ашып, оны көліктен итеріп жіберді. Мэдди көлікті қуып жетіп достарын құтқарып қалғысы келген, алайда қолынан келмеді. Ол бұл жолда өзінің тумаластарынан көмек сұрайды. Алайда қорқақ олар таудан төменге түсуден бас тартты. Осы сәтте оған сүйкімді қосылады. Сөйтсе ол өзінің бұл сөйлей беретін тумаластарынан шаршап, Мэддидің ізімен келген екен, достарыма жететін ешкім жоқ екен деп. Екеуі сүйкімді алдын болған өрт сөндіру бөліміне енді. Мұнда сүйкімдіге өрт сөндіру көлігін айдауды үйреткен. Оны ұрлап кеткен олар достарын құтқару үшін Шездің артына түсті. Шез көліктің рөлінде сүйкімді мен жыланды көргенде шоктық жағдайда болды. Бірақ өзін тез қолына алып оларға тойтарыс беруге көшті. Ал Мэдди өрт сөндіру баспалдағы арқылы достарын құтқаруға аттанды. Олардың жоспары керемет секілдеді, бірақ бәрін сүйкімді құртты. Көлікті егесіз қалдырып баспалдағы арқылы Мэддидің қасына келіп,
Осы кезде Зой өзінің тапқырлығын іске қосып, Найджелдің айқайымен әйнекті сындырып сыртқа шықты. Бұл уақытта Мед емес сүйкімді қуғыншы байкерлердің мотоциклін тартып ала алған болатын. Оны көрген Шез оларды базукиден атқылай бастады. Осы сәтте оларға көмекке олардың тумаластары келді. Олар байкерлерді Алкен, Шез бен Шезиді жеңді. Алайда бәрі отырып алған басқарусыз өрт көлігі шатқалдан құлап кетті. Екі адам мен қашқындар баспалдақтың үстінде құздың шетінде. Осы кезде қашқындар өздерінің батылдығын көрсете отырып, Шездің баласы Шезиді құтқарып қалды. Тіпті Медди өзінің терісін тастап жіберді. Осыдан кейін Шез бен Медди қайта достасып кетті. Тіпті Шез оларды құшақтап алады. Кейінірек олар осы үрейлер қоғамдастығының бастығы Шеки екенін таңғалыспен біледі. Осы уақыт бойы ол оларға қарасып жүрген, әсіресе өзін алып кеткен Тордан қашып кеткенде. Барлық отбасы мүшелері жиналған сәтте олар осы кез бойы армандаған Қызылтауға қарай бағыт алды. Өздерінің бақыттары баянды өмірлерін бастау үшін. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино Айтуша.